1 наурыз алғыс айту күніне орай Арыс қаласындағы қалалық мәдениет үйі ғимаратында салтанатты мерекелік шара өтті. Кеш шымылдығы ұлттық нақыштағы әсем бимен түрліп, бірлік пен татулықтың айшықты көрінісіне ұласты. Ел бірлігі мен қоғамдық келісімді дәріптеген жиынға қала әкімі Қайсар Манқараев, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Әбдсаттар Жүніс, қалалық қоғамдық кеңестің төрағасы Тәңірберген Әсіл, ардагерлер, түрлі этнос өкілдері мен зиялы қауым, жастар және қала тұрғындары қатысты. Мерекелік басқосуды ашқан шаһар басшысы Қайсар Сәкірұлы арыстықтарды алғыс айту күнімен құттықтап, бұл күннің тарихи һәм тағылымдық мәніне тоқталды. Ол өз сөзінде Қазақстан халқының ынтымағы мен өзара құрметі ел дамуының басты тірегі екенін атап өтті. Баршаңызды мына көктемнің алғашқы күнімен келетін мемлекетіміздің маңызды мерекелерінің бірі алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын сіздерді. Бұл күн біздің халқымыздың кең пейілдігі мен бауырмалдығын дәріптейтін тарихы мен тағылымы терең мереке. Қиын қыстау кезеңдерде қазақ халқы тағдыр тәлкегімен келген сан түрлі ұлт өкілдерін жатсынбай, төрінен орын беріп, бір үзім нанымен бөлісті. Осынау асқан адамгершілік пен мейірімділік бүгінде еліміздегі мызғымас бірліктің берік негізіне айналды. Қазіргі таңда Қазақстан бейбітшілік пен тұрақтылықтың, өзара құрмет пен келісімнің жаһандық үлгісі. Осы асыл құндылықтар біздің мемлекетіміздің басты байлығы және жарқын болашағымыздың кепілі болып қала бермек. Қымбатты жерлестер, киелі Арыс қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы мен өркендеуі баршамыздың ортақ еңбегіміздің нәтижесі. Осы сәтті пайдаланып, қаламыздың көркейіп нығаюына әр салада аянбай үлес қосып жүрген барша еңбек адамдарына, ақылшы аға буын өкілдеріне және белсенді жастарымызға шынайы ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Салтанатты шара барысында қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосып жүрген азаматтар марапат төрінен көрінді. Әр салада табанды еңбек етіп жүрген ұстаздар, дәрігерлер, кәсіпкерлер мен қоғамдық белсенділерге қала әкімнің және қалалық мәслихаттың алғыс хаттары табысталды. Президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Тәуелсіз Қазақстанның туған халқымыздың көркейіп гүлденуіне, ұлттардың өзара достығы мен бауырмалдығын нығайтуда атқарып жатқан еңбегіңізге ризашылықпен алғыс білдіреміз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, ел игілігі жолындағы қызметіңізге табыс тілеймін. Құрметпен Арыс қаласының әкімі Манқараев Қайсар Сәкірұлы. Осындай алғыс хатпен құрметті Парманова Барнова Халиқұлына, осындай марапатпен құрметті Вахтимир Замир Юсупович марапатталады. Осындай алғыс хатпен Дауылбеков Нұржан Сайлауұлы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Маратов Ерлан Қамбарбекұлы марапатталады. Анатович марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Аббасова Мақсуда орынбасарына марапатталады.
Марапаттау рәсімінен кейін мерекелік жиын мәдени бағдарламаға ұласты. Мәдениет үйінің өнерпаздары мен мектеп оқушылары патриоттық әндер шырқап, достық билерін орындады. Сахна төріндегі әрбір қойылым көрермендерге ерекше әсер сыйлап, елдік пен татулықтың құндылығын айшықтай түсті. Кеш соңында сөз алған Арыс қалалық татар-башқұрт этно-мәдени орталығының төрағасы Расил Байков қазақ халқына шынайы ризашылығын білдіріп, қасиетті Арыс топырағындағы сыйластық пен ынтымақтың берік негізін ерекше атап өтті. Қазақ елі бірінші наурыз бәрімізге мәлім, алғыс айту күні. Маған бүгін енді өте қиын болып тұр, өйткені бүгінгі бақытты күнге келтірген қиын да, ұзақ та, қызық та өмір өтті. Өйткені қиын қыстау кездерінде, репрессия кезінде көп ұлттың өкілдері Қазақстанға көшірілді. Қазақ халқы сол кезде өзінің төріне кіргізіп, қоржын тағында ішкі үйіне қонақтарды, бауырларды кіргізіп, бір үзім нанды бөліп жеген кездері болды. Ал енді бүгін сол кісілердің, бабаларымыздың, аталарымыздың ұрпақтары, жас буындар қазақ халқына, елімізге өзінің алғысын айтады. Алғысым әке-шешемізге, ағайындарға, ұстаздарыма, осындай керемет Арыстағы барлық достарыма, ағайындарыма, жерлестеріме, шәкірттеріме арнаймын. Бақытты, дәулетті болыңыз. Еліміз тыныш, халқымыз аман болып, ішкі даудан, сыртқы жаудан Алла сақтап, бақытты ұзақ өмір сүруге Алла нәсіп етсін. Жалпы алғыс айту күніне арналған бұл мерекелік шара ризашылық пен мейірімнің символы ғана емес, көп ұлтты Арыс жұртшылығының мызғымас татулығы мен берекелі бірлігінің жарқын көрінісі болды. Жұмайым Абызбай, Бақдәулет Шахапов, Арт ТВ жаңалықтары.